Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қытырлақ вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін жұмыртқа, ұн, сары май, қант, тұз және ванилин керек болады. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып, шайқап аламыз. Оның үстіне қант сеуіп, әбден ерігенше араластырамыз. Сары майды ерітіп, кішкене суытып алсаңыздар болады. Енді осы массамыздың үстіне сары майды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға ванилин, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды біртіндеп салып, түйіршіктер болмайтындай жақсылап араластырып, қою сметана сияқты дайындап аламыз. Қамырымыз өте қою немесе өте сұйық болмауы керек. Енді вафельницамызды қыздырып, үлкен қасықпен салып, вафлиімізді пісіретін боламыз. Сіздер қалауларыңызша әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Ішіне қайнатылған сгущенка салсаңыздар да болады. Осымен қытырлақ вафлиіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет.